Жақын арадағы уақытта Риддердің алшақ аудандарын жылдамдығы жоғары интернетпен қамту жоспарланып отыр. Қалалық әкімдікте 3 жақты келісімге қол қойылды. Меморандум Риддер әкімдігінің, байланыс операторы Транстелеком акционерлік қоғамының және дилер Гибадуллин жеке кәсіпкерлігі арасында жасалды. Бұл меморандум аясында заманауи телекоммуникациялық байланыс жүйесімен қаланың ең алыс аудандары қамтылатын болады. Бүгіндері ол жерлерде байланыстың бұл түрі жоқ. Кең жолақты интернетті қосу қызметі әркімге, соның ішінде жеке меншік сектор үшінде қол жетімді болады. Дело в том, что у нас же отдаленные участки. Қаланың алшақ аудандары әлі күнге дейін кең жолақты интернетпен қамтылмаған. Сол себепті ұлттық операторлар Транстелеком және Қазақтелекомның мүмкіндіктерін зерттей келе, Шығыс Қазақстан облысы және Павлодар, Абай облыстары бойынша Қазақтелекомның коммерциялық директорымен жүздесіп, Шығыс Қазақстан облысы бойынша Транстелекомның орталығының директорымен жүздесіп, кең жолақты интернет кабелін өткізетін жеке кәсіпкерлікпен танысып, келесі шешімге келдік. Әкімдік өз тарапынан көшелік жарықтандыру бағандарын береді, ортақ ілмеге кең жолақты кабель өткізілетін болады және жеке тұрғын үйлер мен көп қабатты үйлерді сапалы интернетпен қамту мүмкіндігі пайда болады. Бұл біріншіден. Екіншіден, көшелік жарықтандыру жұмысы талап етілетін учаскелерде Транстелеком каналдары арқылы кеңейту аймағына түседі. Пікірмен алмасып, бұл бірлескен қызметті бастауымыз керек деген ортақ шешімге келіп отырмыз. Транстелеком акционерлік қоғамы Қазақстанда интернет желісіне қолжетімді қызметті ұсынатын ірі провайдерлердің бірі болып саналады. Оптикалық кабелінің ерекшелігі бір мезетте интернет, телефон және кабельдік телеарнаны қосуға мүмкіндік береді. Осыған байланысты оның басты ерекшелігі болып, жоғары өткізу қабілеті, сенімдірек желіні ұсыну, пайдаланудың ұзақ мерзімі табылады. Что касается доступа к сети интернет, қазіргі таңда бұл жоғары жылдамдықты интернет болып саналады. Риддердің алыс аудандары ортақ күштің арқасында интернетке қол жетімділікке ие болады деп сенеміз. Осы қаладағы серіктестерімізге және мемлекеттік органдармен қызметке негіз болып отырған қала әкімдігіне айтарымыз рахмет. Қазіргі таңда жаңа технологиялардың арқасында интернет желісіне Шахтерский поселкісінің 7-ші ықшам ауданының тұрғындары қосылған. Совхозға магистральды желінің құрылысы жүріп жатыр. 2-ші аудан мен 91-ші, 95-ші кварталдардың бүкіл қиын қолжетімді аумақтарын қамту жоспарланған. Келісім жасау және толық ақпарат алу үшін Риддер тұрғындары 3-ші ықшам аудан 8-ші үй Сәлем Старт офисіне хабарласа алады. Немесе 8 776 413 22-28 нөміріне де хабарласа алады.